Баяғы заманда Францияның әсем бір қаласында керемет көрген бір мектеп бар еді. Бұл мектеп ерекше болатын себебі оның әр сынып ертегі түрлі кейіпкерлердің патшалығына ұқсас еді. Мектептің кіреберісінде бірінші сынып кішкентай принцтің патшалығы деп аталатын. Бұл сыныпта балалардың өздерінің шығармашылық қабілеттерін дамытып, әдемі суреттер салып, өлеңдер жазатын. Оқушылар кішкентай кітаптар жазып, біріне бірі ертегі оқып, өз армандарын ашып, болашақтарын қалайтын. Екінші сынып Берлиннің мектебі еді. Мұнда балалардың ғылымы қызықты және сиқырлы тұстары туралы оқытатын. Олар химиялық тәжірибелер жасап, физиканың заңдылықтарын зерттеп, жаратылыстану әлемінің ғажайыптарын аша алатын. Берлин сияқты данышпан болуды армандаған оқушыларға бұл сынып өте ұнайтын. Үшінші сынып Мулен Руждың би академиясы. Бұл сыныпта балалар түрлі би түрлерін үйреніп, өз өнерлерін дамытатын. Оқушылар балеттен бастап заманауи биге дейінгі әртүрлі стильдегі үйренетін. Олардың өнерлерін мектеп мерекелерінде ата-аналарға көрсетіліп, үлкен қошеметке ие болатын. Төртінші сынып Гастон Лаграфтың жазу мектебі. Бұл сыныпта балалар француз әдебиетінің классиктерін оқып, өз шығармаларын жазатын. Онда олар поэзия, проза, эссе жазуда шеберліктерін меңгеріп, әдебиетке деген қызығушылықтарын арттыратын. Ол мектеп әрбір сыныбы ерекше және өзіне тән әлем болатын. Онда оқушылар білім алып қана қоймай, өздерінің таланттарын және қабілеттерін шыңдайтын. Әрбір бала өзінің қызығушылығын тауып, болашақта қай салада жұмыс істегісі келетінін шешетін. Мектептің басты ұраны әр бала өз өмірінің ертегісін жазатын автор еді. Осылайша мектеп оқушылары өз армандарының соңына еріп, өмірлерін өздері қалағандай етіп қалыптастыратын. Француз мектебінің бұл ертегісі әр баланың жүрегінде мәңгі сақталып, оларға өмір бойы жауап беріп тұратын.